осында бір тыңдап жіберсек мақұлдайтын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті докторанты Тумабаева Мадина. Тақырыбы Абай поэзиясы арқылы шығармашылық тұлға қалыптастыруға бағытталған білім беру әдістері, гуманистік парадигманың негіздері. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ректор мырза. Барлық Жетісу өңірінің сәлемдемесін жолдап отырмын. Жетісу мемлекеттік университетінен барлық оқытушы профессорлар құрамының сәлемдемесін жолдап отырмын. Енді бірден баяндамаға көшсем. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының рухани байлығын терең әрі жан-жақты байытқан ұлы ақын және ойшыл. Оның шығармашылығы тек әдебиет қана емес, бүкіл қазақ халқының тәрбиесіне, мәдениетіне және білім беру жүйесіне ықпал еткен маңызды рухани мұра болып табылады. Абай поэзиясының негізгі арқауы адамгершілік, білім, ақыл парасат, ізгілік пен әділеттілік сияқты ұғымдарға негізделген. Бұл құндылықтар оның шығармашылығында терең философиялық мәнге ие болып, адамзаттың рухани дамуына бағытталған гуманистік ойларының негізін құрайды. Абайдың философиялық мұрасы бүгінгі күндегі өзектілігін жоғалтпай, жастарды тәрбиелеуде маңызды рөл атқарып отыр. Қазіргі білім беру жүйесінде шығармашыл, тұлғалық дамыған жеке адамды тәрбиелеу тек техникалық біліммен ғана емес, адамдың рухани және моральдық құндылықтарымен байланысты болуға тиіс. Осы тұрғыда Абайдың шығармашылығынан алынатын гуманистік идеялар мен әдіс-тәсілдер оқу процесінде шығармашылық тұлға қалыптастыруға үлкен септігін тигізеді. Абайдың поэзиясы арқылы шәкірттерге тек білім беріп қана қоймай, оларды адамзаттық, рухани және шығармашылық тұрғыдан дамытуға болады. Бұл баяндамада Абай шығармашылығы гуманистік негіздері мен олардың білім беру әдістемесінде шығармашылық тұлға қалыптастыруға бағытталған рөл қарастырылады. Абайдың адамгершілік пен шығармашылықты үйлестіретін идеяларын оқыту арқылы студенттердің рухани дамуымен бірге олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға болатынын көрсету мақсат етіледі. Абайдың көзқарасы бойынша нағыз білім адамды барлық жағынан жетелейді. Ол адамды тек білім беріп қана қоймай, тәрбиемен, әдептілікпен, адамгершілікпен толықтырады. Бұл гуманистік көзқарас қазіргі білім беру жүйесінде жаңа бағыт. Абай Құнанбайұлының шығармашылығы қазақ халқының рухани және моральдық дамуына негіз ғана емес, сонымен қатар қазіргі білім беру жүйесінде шығармашылық тұлға қалыптастыруға тиімді әдістерін ұсынатын құнды мұра. Оның гуманистік философиясы, адамға деген құрмет, білімнің жоғары құндылығы, рухани жетілуге деген ұмтылыс қазіргі заманның білім беру процесінде маңызды рөл атқарып отыр. Абай шығармашылығы арқылы студенттердің ақыл ойы, олардың адамгершілік шығармашылық қабілеттерін дамытады. Абайдың гуманистік парадигмасын білім беру жүйесінде енгізу арқылы оқушылардың тұлға ретінде қалыптастыруға, олардың рухани және шығармашылық әлеуетін арттыруға болады. Абайдың поэзиясы мен философиялық мұрасы қазіргі білім беру әдістемелерінде студенттер жан-жақты дамыған қоғамға жауапты шығармашыл етіп тәрбиелеудің құралы ретінде тиімді пайдалануға болады. Енді зерттеу жұмысымыздың негізі ретінде эксперимент бөліміне көшсек, жасанды интеллект қазіргі таңда қарқынды дамып жатыр. Сол себепті студенттерге тапсырма беру барысында да толығымен 80-90% осы жасанды интеллекттік платформаларын пайдаланып жүрміз. Соның бірі ретінде Абайдың өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деген өлеңі бар. Барлығымыз оны жақсы білеміз. Негізі зерттеу объектісіне бірнеше өлеңдерін алған болатынбыз. Бүгін баяндамаға тек осы өлеңмен шектеліп отырмыз, уақыттың тығыздығына байланысты. Енді балаларға, студент жастарға мынандай тапсырма береміз. Абай әлеміне саяхат жобасы. Бұл әдіс арқылы студенттер тек өлеңді талдап қана қоймай, оның түрлі қырынан қарастырып, терең түсіну үшін шығармашылық жобалар жасайды. Оқу процесінде студенттерге өздігінен пікірлер мен түсініктерді көрсету, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік беріледі.
Мақсаты студенттердің әдеби талдау дағдыларын дамыту, сөздің маңызы мен рөлін терең түсіну, шығармашылық ойлауды арттыру, сөздің әлеуметтік және мәдени құндылығын көрсету. Нұсқау ретінде 3 платформаны ұсынамыз. Ол Flipping Book, Appfabula және Canva. Осы 3 платформаның арқасында студенттер өздері таңдайды, қайсысы тиімді, қайсысы ұнайды. Және де өлең жолдарын береміз. Студент бұл жердегі басты мақсат тек қана шығарманы қазір студенттерді оқыту деген нәрсе өте өзекті. Құр ғана оқып шықпай, сонымен бірге оның визуалды қабілетін дамыту басты мақсат. Енді саяхатқа шығу әдісі немесе визуализация дейміз, идеяның визуализация әдісі. Визуализациясы. Студенттердің поэзия әлеміне саяхатқа шақыру арқылы әрбір студентке өлеңнің бір немесе бір толыққанды мазмұнын оқып, тануға және оны талдауға мүмкіндік береміз. Демек, шығарманы оқиды, оқығаннан кейін ол қандай ой қалыптасады, әр сөзді, әр сөз тіркесін балалар зерттеп, өздері түсінігін, не түсінді соны айтады. Ол танымдық құзыреттілікті қалыптастырады. Енді студенттер Appfabula платформасын жиі пайдаланады, сол себепті ыңғайлы бізге осы платформа деген болатын. Сол мына слайдтың алдында Appfabula платформасы арқылы бұлар өлеңді мультимедиалық көріністе бейне мазмұн арқылы өздері не түсінді сайт арқылы суреттейді. Бұның алдындағы презентацияда. Яғни өлең мұнаның алдында. Осының алдында. Яғни өлеңде қандай идея, яғни визуализациясын осы алдарыңыздағы картинкалар ретінде қарастырады. Және келесі, бұдан біз келесі платформа Canva әдісі арқылы бүкіл мәтінді оқып, қара сөзге айналдыру. Демек, ол арқылы біз студент жастардың бойына тек өлеңді жаттап қана қоймай, әр сөзіне мән беру деген нәрсені үйретеміз. Мінекей, сол арқылы өздері Instagram әлеуметтік желіге өздерінің өлеңнен не түсінді, қандай әсер алды, шағын эссе көлемінде әлеуметтік желіге жолдады. Сол арқылы біз тексеріп, өзіміздің пікірлерімізді білдірген болатынбыз. Және қорытынды ретінде балалардың барлығына осы тапсырма берілгеннен кейін бүкіл балалардан жүрекше стикерлер таратылып, өздерінің ойын кері байланыс ретінде алды. Балалардың ойын диаграмма ретінде келесі слайдта көрсетіледі. Бұл тапсырма студенттерді шығармашылық тұрғыдан өлеңді талдауға, сөздің маңыздылығын жаңа көзқараспен тануға мүмкіндік береді. Визуализацияның арқасында ақынның айтайын деген ойын постерлер арқылы елестете алды. Студенттер өздерінің креативті қабілеттерін шыңдай отырып, поэзияның терең мағыналарын заманауи тәсілдермен жеткізуге талпынады. Зерттеу нәтижесінде қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасының 3-ші курс студенттері қатысып, кері байланыс ретінде жүрекшелер таратылды. Сол стикерлерге жазылған пікірлердің барысында 18 білімгер 56-25% өте жоғары нәтиже көрсетті. 14 білімгер 43-73% өздерінің түсінгендерін, сонымен қатар шығармадан әсері орташа деңгейді қабылдағандарын көрсетті. Демек, төмен деңгей анықталмады. Демек, Абайдың ойлары қазіргі заманның ақпараттық қоғамына қатысты өзектілігін сақтап тұр, өлеңнің негізгі идеяларын бүгінгі күнмен салыстыра отырып, қоғамның ақпараттық деген көзқарасын өзгертуге болатындығын анықталынды. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы өлеңінің оқытуда поэзиясы әлеміне саяхат жобасы студенттерге шығармашылық тұрғыдан өлеңнің терең мағынасын түсінуге мүмкіндік берді. Бұл көрсеткіш Абай шығармаларының бүгінгі күнге де жастар арасында терең талданып, талқыланып, қолданылатынын дәлелдейді. Жобаның нәтижесі студенттердің сөздік маңыздылығын жақсы түсінгендігін және қазіргі заманда оның әлеуметтік және мәдени маңызы қайта бағалануға бағытталғанын көрсетеді. Назарларыңызға рахмет. Өте рахмет методикаңыз үшін. Қазір түстен кейін біз сіздерге докторанттар мен магистранттарға фотошурупқа береміз, және мәтін түсінік беретін үміттеміз. Енді өзіміздің институтымыздың профессоры, Қарақалпақ тіл білімі кафедрасының